Кірме сөздер қазақ тіліне сіңіп кетпеу үшін ғалымдар қандай амал жасаған? Қазақша пән сөздер туралы қаулыда қазақ тілінің осы заңдылықтарын негіз болып алынсын делінген. Олар мыналар: қазақ тілінде үндестік заңы бар. Үндестік заңына келмейтін сөздердің бәрі де қазақтың өз сөзі емес, қазақ тіліне кіріп кеткен жат сөздер. Үндестік заңына келмейтін қазақша сөз түрі жалғыз-ақ. Нікі, дікі, тікі жалғанып айтылатын түр. Қазақ тілінде үндестік заңы бар екені рас болса, қазақ тіліне кіргізген жат сөздердің бәрінде сол заңға келтіріп алу керек. Сөздің ішіндегі дыбыстарының бәрінде бірыңғай жіңішкертіп, бәрінде жуандатып алу керек. Қазақ тілінде жұмсақ «ә» сөздің бас буынынан басқа буындарында болмайды. Әсіресе сөздің соңғы буынында жұмсақ «ә» болмайды. Қазақ тілінде Мәрия, Кәмила сықылды соңғы буында жұмсақ «ә» бар сөздерде жоқ емес. Бірақ ол сөздер арабша оқыған молдалардың зорлап кіргізген сөздері. Мұндай сөздердің ерсі жері. Бұларға жалғау қосып өзгерткенде, бұлар қазақ тілдің сөз жүйесіне өзгере алмайды. Кәмила өзі жұмсақ болғанмен, мәселен барыс жалғауы қазақша сөз жүйесінше Кәмилаге болмайды, Кәмилаға болады. Әні өзгертіп я жуан ағылып алу керек. Мәселен әдебиет. Қазақша сөздерде о дыбысы бас буындарда ғана болады. Басқа буындарында о дыбысы бар бейнетқор, қамқор сықылды сөздер оның аяғында қор деген жат жұрнақ болғаннан ғана болып отыр. Тіліміздің ымырасынша о дыбысы бас буыннан басқа жерде тұра алмайтын болған соң, бас буыннан басқа буындарда осы бар жат сөздерді қазақ тіліне кіргізгенде, оны басқа бір дауысты дыбысқа айналдырып алу керек. Қазақша сөздің аяғы ғ, г, д болып тынбайды. Қ, к, т болады. Болмаса сөз аяғындағы ғ, г, д-ларды мүлдем жоғалтып жіберу керек. Мәселен, Оренбург, Орынбор. Қазақ тіліндегі өзінде жоқ дыбыстардан тізілген сөздер болмасқа керек. Ішінде жат дыбыстары бар жат сөздерді пән сөз қылып алғанда, оның жат дыбыстарын шығарып тастап, орнына қазақша дыбыс кіргізіп алу керек. Ретіне қарай, мәселен, орысша в, қазақша у, п, б болып өзгеруі мүмкін. Х дыбысы қазақша кейде к, кейде қ болып өзгеріп, кейде мүлдем жоғалып кетуі де мүмкін. Қазақ тіліне кірген жат сөздер түбір сөз есебіне алынып, қазақ тілінің заңдарына өзгеретін болуға тиіс. Жат сөзді жат жұрнағымен алуға болмайды. Жоғарыда көрсетілген заңдылық қазақ тілінің табиғатының бұзылмауына жұмыс жасағаны сөзсіз.